Енді біз Premiere Pro бағдарламасында қалай жұмыс жасайтынымызды қараймыз. Бірінші сіздер бағдарламаны ашқаннан кейін осындай сіздерде окошко ашылады. Одан кейін сіздер новый проект деп басасыздар мына жерде. Новый проект. Міне мына жерде проекттің атын қоясыздар. Рамазан деп қоямын. Мен мысалға Рамазан 01 деп қоям. Потом сіздерде проект ашылады. Сіздерде осындай проект ашылады. Мына жерде таймлайн, мына жерде программа, элемент управления, осындай көптеген өзінің бөліктері бар. Редактирование, цвет, эффекті деген сияқты. Бұл жерде не нәрсе бар? Стандарт түрде сіздерде настройкалар осылай тұрады. Мына жерде бізде аудио эффекті, аудио переходы, видео эффекті, видео переходы деп шаблон настроек, люметрия деп тұрады. Бұл жерде бұл люметрия деген сіздер түстерге байланысты. Мына жерде видео переход деп тұрады. Ең бірінші енді біз өзімізге файл деп басамыз, одан кейін создать, мына жерде эпизод деп басамыз. Бұл жерде біз ең алдымен жаңағы Sony VX Pro'да айтқандай видеомыздың разрешениесіне қарай соның форматына сәйкес түрде жасап алуымыз қажет. Ол үшін біз мына жерде басамыз, міне Digital SLR деген бөлік тұрады. Осы жерде біз 1080 таңдаймыз. Одан кейін мына жерде настройкаға кірсеңіздер болады. Осы эпизодтың настройкасы ретінде қарастырсаңыз болады. 1920, 1080, потом міне 25 кадр секунды немесе 30. Бізде қазірше 25 деп тұра берсін. Потом эпизодтың атын жазады. Не нәрсе болуы мүмкін сіздерде, мысалға реклама деп жазамыз. Басасыз. Мына жерде сізде таймлайнда міне ашылды. Бірінші эпизодыңыз мынау реклама деген эпизод. Одан кейін сіздер тағы да эпизод создавать етуіңіз мүмкін. Өзіңізге stories форматта. Мына жерге кіреміз, SLR 1080 и таңдаймыз. Любой біреуін таңдай беріңіз. Сіз настройкаға кіресіз, настройкадан өзгертесіз. Мына жердегі 1920 деген орнына 1080 дейсіз. Мына жердегі 1080-нің орнына 1920 деп басасыз. И ол аты stories болуы мүмкін. Stories мысалға, имя эпизоды. Окей деп басасыз. И сізде міне ашылды. Мына жерде екі эпизодтың арасында сіз өзіңіз ауысып отырып жұмыс жасай аласыздар. Мысалға, мына stories мына бөлікте и реклама мына бөлікте осылай болып тұрады. Бұған енді біз видеомызды алып келейік. Мына жерде мысалға 3 емес 2 стрелкаға басамыз. Проекты Рамазан 01 деп тұр. Осылай басамыз. Мынау сіздерде общий ашылған осы проект, но ішіндегі реклама, stories деген ол бізде эпизодтарымыз, яғни жұмыс жасау бөліктеріміз. Бұған видеоны алып келу үшін мына жердегі любой папкаға ашып, папкадан сіздер перетаскивание жасауларыңызға болады. Бағана видеоларды алып келейік. Видео. Мысалға, мен мына видеоны алып перетаскивание жасайын. Мына бөлікке салып аламын. Мен мына сіздерде видеоларыңыз тұратын бөліктер, осы жерде сіздің видеоларыңыз тұрады барлық. Осыны аласыз. Бұның түрін өзгертсе болады. Мына жерде мысалға список түрінде көрсетсеңіз болады. Астың жағынан просмотр видео списка деп тұр. Просмотр видео значков. Міне осылай көрсеңіз болады. Бұлай значок ретінде қарасаңыздар, сізге мен өзім осылай қоямын. Қандай видео екенін анық көрініп тұрады. Осыны әкеліп мына жерге апарамыз. Сіз мына видеоны созып, қысқартып жасай аласыздар. Ол үшін альтты және мынау мышканың колесасын басу қажет болып табылады. Немесе мышкамен мына жердегі мынау астындағы бегунокты бүйтіп оңға солға жылжытсаңыз болады. Видеоңыз сізде осылай көрініп тұрады. Міне мына сіздердің жоғары жақта міне V1, V2, V3 деген сіздерде видео дорожкалар. A1, A2, A3 ол бізде аудио дорожкалар. Ол аудио дорожка бірнеше болуы мүмкін. Міне осылай. Енді қарапайым қиюды көрсетейік. Қию бізде клавиатурада C деген кнопка. Английскийде де, орысшада да C. Мынандай сізде лезвие шығады. Міне лезвенің суретін көріп тұрсыздар. Осы жерде мына жерді қиясыз. Бір рет қиясыз. Мына жерден екінші рет қиясыз, үш рет қия берсеңіз болады. Қиып болғаннан кейін английский V деген нені кнопканы басасыз. V деген сізде курсорыңыз қайтадан қайтып келеді. Осындай мышканың суреті болып қайтадан орнына келеді. Сол кезде сіздер былай-былай қозғалта аласыздар. Мынаны жоғары көтерсеңіздер болады, аудиосын төмен түсіріп, мынаны былай қарай қойсаңыздар болады, мынаны өшіп тастасаңыздар болады деген сияқты. И одан кейін сіздер бұны былай лезвиемен қиғаннан бөлек былай тартып та қысқартсаңыздар болады. Мысалы, мынаны былай тартасыз, мынаны былай тартасыз, немесе мынаны бас жағын бүйтіп қисаңыздар да болады. Былай қойып қоясыздар.
Егер сіздерде мынау аудиосы керек емес болса, мына жерде міне М деген тұр, заглушить звук дорожки. Мына дорожкадағы барлық звуктарды жауып тастайды ол. Міне М деп қойып қоясыз. Мына дорожкадағы өлеңдердің ешқайсының дауысы шықпайды. Полный видеоның дауысы жоқ. Тек қана видео ғана ойнап тұрады. Ал егер сіздерге видеоны көрсетпеу керек болатын болса, онда мына жерде мынау көздің суреті тұрады, видео дорожканың жанында, соны басасыз. Видео көрінбей қалады. Бірақ аудионы алып тастасаңыз, алып қойсаңыздар болады қайтадан. Мысалға, мына видеоны жоғарғы бөлікке қойық. Мына видеоның жоғарысы бөлігіне қойдық. Сол кезде, мысалға, дауысын алып тастайық. Так. Мына жерге қойық. Мына видеоны жоғары бөлікке қойдық. И мынау өлең видео келе жатады да, мына кадрға ауысып кетеді бірден. Мына кадрға ауысты, себебі мынау жоғары жақтағы дорожканың бөлігінде тұр. Егер сізге мынау жоғары жақта дорожканы көрсетпей, астыңғыларын көрсете берсін десеңіздер, мынау видео тұрған дорожкадан мына жерде көзді басып тастайсыз. Переключить вывод дорожки. Осылай алып тастайсыз. Міне осындай астыңғы видеоны ғана көрсетіп тұрады, ал мынаны бассаңыздар, үстіңгі видео мына видеоны көрсетеді. Мына былай переключение жасауға болады. Бұдан кейін оларды қиюды көрсеттім. Өлеңдерді дәл солай қиясыздар, видеоны дәл солай қиясыздар. Ал егер мысалға мына видео тұр, бізде бірге мынау үстіңгісі, мынаусы көрсетіп тұрған, ақпен сызылып тұрғаны видео дорожка, мынау астыңғы аудио дорожкасы. Бұны бір-бірінен бөліп алсақ болады. Ол үшін видеоны үстіне басып, мышканың оң жағын басамыз. Сол кезде осындай меню шығады. Отменить связь деп басамыз. Отменить связьдан кейін аудиосы мен видеосы бөлек алынып қалады бізде. Көріп тұрсыз ғой міне. Былай қарай бөлек аудионың өзі ғана тұр. И видеода бөлек тұр бізге. Қайсысы керек, соны алып қалып, қалғанын керек емесін өшіріп тастасақ болады. Мысалы ретінде бізге видеосы керек емес, мысалы аудиосы керек болып тұр мына видеоның. Мысалы аудиосы өзі ғана бөлек қалды. Оны алып біз мына жерге қойсақ болады. Мына жерге қоямыз деген сияқты. Бізде мына дорожка бізде М деп тұр, сол үшін ол көрсетпейді, М дауыс шықпайды, то есть, ал мына видеомыздың, аудиомыздың дауыс шығып тұрады. Осылай қойсақ болады, бірінің үстіне бірін наложение жасауымызға болады. Егер сіз мына видеоны бірнеше рет копирование жасағыңыз келсе, үстіне басып, копировать, яғни Ctrl-C деп, потом Ctrl-V деп қайтадан қойсаңыздар болады. Немесе Alt деген кнопканы басып тұрасыз клавиатурада, потом мышкамен мынаны былай қарай жылжытасыз. Міне видеомыз екеу болып шықты, мына видеомыз. Енді бұл видеоның размері, положениесі деген сияқты қалай өзгертеміз масштаб. Бізде міне мына бөлікті, мынау, кстати, мына видеоңыз көрсететін бөлікті былай жылжытсаңыз болады, қалай ыңғайлы. Видеоңыз мынаны кішірейтіп қойсаңыз болады, мына жұмыс жасайтын дорожканы желательно кішірейтпеген, потом үстіне үлкенірек қойып, видеоны кішкентай бөлікке қойған дұрыс. Потом мына бөлікте сізде міне элементы управления эффектами деп тұрады. Ол осы барлық видеоңыздың сізге керекті бөліктері видеоңызды дұрыстау. Мысалы, былай шыққан кезде редактирование жасау. Мына бөлік міне осылай тұрады. Бұл, мысалға, положение. Былай қозғалта аласыз. Мына жерде қарап отырсаңыз. Мысалға, мышканы үстіне апарасыз. И сол кезде оңға, солға деген екі түрлі стрелка шығып тұр міне сізде. Санның үстіне мышкамен басып тұрамыз, қолымызды жібермей, саусақты потом оңға, солға былай қозғалтсақ болады. Оңға қозғалтам, солға қозғалтам, былай қозғаймыз, и видеомыз бізде қозғалады. Мынау жоғары төмен. Бұны қолмен де жазсаңыз болады, сіз үстіне басып жіберсеңіз, бір рет бассаңыз, сан былай шығады, и сіз мысалы бір размерлер жазасыз, мысалы 200 дейсіз. Видеоңыз жоғары қарай қысып кетті. Потом бізде енді мына жердегі екі стрелканың үстіне басайық. Бұл жерде информация, эффекті деген керек бізге негізгі нәрсе, эффекті осыған кіреміз. Бұл жерде видео эффекттар бар, мына жерде түр-түрімен. Видеоңызды өзгертетін, манағыдай Sony Vegas-тағыдай зеркальный түрде көрсететін, размытие жасайтын деген сияқты. Сондай сіздер алып, мынаны салға. Размытие по гауссу деп тұр, осыны аласыз, мына видеоның үстіне қоясыз. Видеоның үстіне қойғаннан кейін қайтадан мына жердегі элементі управления эффектімен деген жерге барасыз, манаға размерін, положениесін өзгерткен жерге. И астыңғы жағына түсесіз. Астыңғы жағына түскенде міне мынандай бөліктер, размытие по гауссу деп. И размытие
осының қаншалықты сіз уровень қоясыз. Мысалы қазір бізде 0 болып тұр, сіз 20 деп қоясыз. Мысалы 20 десеңіз шамалы ғана размытие болады. Мысалы 70 десеңіз слишком қатты размытие болады деген сияқты, оны көбейте берсеңіз болады. Былайынан мүлдем мысалы 15 дегенге қоясыз. Керек емес болса, сізге бұл эффект ұнамай қалды, керек емес болса, мына жердегі міне размытие по гауссу деген үстіне басасыз и delete деп алып тастайсыз клавиатураңызды басып. Одан кейін обрезать деген бар, мына жерде обрезать деген бөлік бетіп үстіне қоясыздар. Потом мына жердегі бөліктен астына түсесіз, элементы управления. Обрезать мысалға сверху. Киноларда байқайсыздар ғой, мысалға екі қара линия тұрады да, сондай линия қойғыларыңыз келсе, сверху деп тұр процент ретінде мысалы 0-ден 10-ға көтереміз біз. Мынандай линия сызып берді, байқап тұрғандарыңыздай. Жоғарысында қара линия тұр. Потом снизу тоже 10 деп қоямыз, екі жағы бірдей болу керек. Міне былай линия шықты. Мысалы 15 деп та қойсаңыз болады. Адамдардың басы ол кезде кесіліп қалады. Және осы қара линия қойғаннан кейін сіз положениесін өзгертсеңіз болады, төмен қарай, жоғары қарай деген сияқты мына жерде міне. Осылай өзгертсеңіз болады. Мына видеоны екіге бөлейік, С дегенмен екіге бөліп қоямыз. Видеомыз міне екіге бөлініп тұр. Осы екеуін бір-біріне жалғаймыз да, переходы деген жерінде сізге қажетті нәрселер қандай болуы мүмкін. Мысалға масштаб деген, просто масштаб деген аламыз да, мышкамен алып, мына ортасына қоямыз. Екі видеоның ортасына мышкамен қоямыз, апарып, міне бұл екі ортасында тұр. И видеода қараймыз, қалай өзгереді. Жақындап алыстат. Растворение деген бір нәрседе мысалға. Погружение в белый. Бүйтсек, осындай ақ эффект береді. Осындай екі видеоның арасына қоя аласыздар. Оның мысалға тез немесе жай болуын регулировкасын жасауға болады. Мысалға мына бүйтіп эффектіне тұр ғой міне, погружение белый деген. Осылай көрсетіп тұр. Сіздер мынаны бүйтіп апарсаңыздар, шет жағына осындай бір белгі шығады. И бүйтіп тартсаңыз болады. Тартсаңыз переход жай түрде өтеді. Ал егер жақындатып қойсаңыз, тез түрде өтеді. Мысалы көрейік. Жай бүйтіп ағарып жасалынды. Ал егер былай жақындатып қойсақ, тез түрде өтті. Потом текст жазу керек болса бізге видеомызға, мына жерде мынандай панель управления бар. Осы жерде ең астында инструмент текст деген тұр. Осыған басамыз и видеомыздың бетіне басамыз. Мына жердегі видеоға бетіне басамыз. И текст жазамыз. Рамазан деп жаздым мен. И бұның настройкаларын қайықтан көреміз. Мысалға міне сізде мына дорожканы көріп тұрсыздар ғой. Мына дорожка, міне видеоңыз тұр. Мына дорожкада жоғары бөлігінде міне Рамазан деген текстовый дорожка тұр. Осы сіздің дорожкаңыз үстіне басамыз. И мына жерде элемент управления қайттан келеміз. Мына жерде міне шрифтін таңдауға болады. Оны шрифтін өзгерту үшін мына видео текстің үстіне қоямыз мышканы. Потом мынаны выделять етеміз. Полный бит выделение жасаймыз мына текстқа. И мына жерде размерін таңдаймыз. Шрифтін таңдаймыз, размерін өзгертеміз. Цветін өзгертейік. Қайттан выделение жасаймыз. Цветін өзгерту үшін міне тұр. Внешний вид, заливка деген тұр. Мысалы біз оны қызыл қылымыз келіп тұр. Мына тексттен, видеодан көрінбей тұр. Қызыл қылам. Мына жерде таңдайсыздар, қандай цвет қоюларыңыз керек, мысалы бүйтіп. Оны размерін үлкейту үшін мына жерден үлкейтсеңіз болады. Міне 100 деген бөліктен шрифттің астында тұр. Былай өзгертсеңіз болады. Немесе мына аст жағына түссеңіз, мен положение деп тұр. Тексттің өзгеруі былай да былай қозғала аласыз. Мысалға міне положение, масштаб дәл сондай. Бағана жоғары бөлікті көрсеткен сияқты міне. Осылай жасайсыз. Поворот бар мына жерде, тексттарды былай қозғалта аласыз. И текстқа тоже анимация беру үшін мына жердегі мана эффекты дегенге, видео эффектіге барамыз. Видео эффекті, видео переходы мына жерде. Видео переходта осы жерде мысалға разбиение деген алайық. Осы мышкамен әкеліп, мынау Рамазан деген текстінің бас жағына әкеліп қоямыз, осылай жібереміз мышканы. И бізде міне эффект переход қойылды. Сізге ол текстіңізге анимация береді. Мына жерде байқадыңыздар қалай қозғалған, қайттан көрейік. Мына жерде басқасын таңдауыңызға болады, мысалы слайд-шоу дейді. Ар жақтан келді, қозғалды мысалға. Көп мына жерде басқа бөліктер бар, ставка дейді. Одан кейін хромакей.
хромакеймен қалай жұмыс жасаймыз. Хромакей видео алып келейік. Әкелеміз де мынаған қоямыз. Мына бөлікке қоямыз. Мына жерде біздің барлық видеоларымыз тұр, осы жаққа салынған. Осыны әкелеміз де мына жоғары бөлігіне қоямыз. Аудиосы бізге керек емес. Мана көрсеткендей мышканың оң жағын басамыз. Отменить связь дегенді қоямыз. Отменить связь. И мынау астыңғы аудио дорожкасы бізге керек емес. Алып тастадық, удалить деп. И бізде жоғары бөлік қалды. Мынандай жасыл болып тұр. Бұны алып тастау үшін видео эффектіға кіреміз. Мына жерге поискқа жазамыз. Английский поисктің эффектін поискына жазамыз. Ультра деп жазамыз. Ультра. Ключ ультра деген шығады. Міне осылай өзі. Жалғыз-ақ бірақ эффект. Соны аламыз да. Мынау біздің хромакейдің үстіне қоямыз. Хромакейдің үстіне қойғаннан кейін мына элемент управление деген қайттан барамыз. Осы хромакейге басып тұрып, мына элемент управление барамыз. И мына жерде міне ключ ультра деген эффект тұр. И мына жерде пипеткасы тұр. Пипеткасы тұр, ключевой цвет деген. Соны аламыз да, мынау жасыл түсіне басамыз. Болды, біз жасыл фонымыз кетті. Мына жерде глич эффекттер бар өзінің. Мындай міне бетінде. Мынау глич тек қана бүйтіп қарасаңыздар міне. Тек қана мынандай кішкентай қана бөлікте тұр. Ал бізге полный видеоның бетінде, чтобы осындай бір эффект создавать етіп тұру үшін, мынау хромакейдің үстіне басамыз, хромакей видеоға. И мына жерде масштаб деген бар. Көрсеткендей міне. Элемент управление. Масштаб дегенге басамыз. Үлкейтеміз. Мына үлкейтіп тұр. Положениесін қоямыз. Бұлай үлкейтеміз. Видеомыз енді полный эффект беріп тұрады. Егер сіз өзіңіз хромакейға түскен болсаңыз, яғни артыңызда жасыл фон тұрған болатын болса, сіз егер дәл солай фоныңызды өзгертіңіз келсе, сізде жаңағыдай ключ ультра дегенге применение жасайсыз, эффекті өзіңіз видеоңызға, и ключ ультраны басып, жасыл түсті жаңағыдай алып тастайсыз. И сіз қойғыңыз келген, кез келген фонды артыңызға қойыңызға болады. Ол картинка болуы мүмкін, ол кез келген видео болуы мүмкін. Енді біздің видеомыздың цветін келтіру үшін, яғни цветокоррекция дейді ғой. Сол үшін бірінші видеоға басамыз. Потом міне цвет деген бөлік бізде таңдалып тұр. Мына жерде бізде цветтер бар. Базовая коррекция дейді. Мына жерде экспозиция бар. Суретіңіз, картинаңыз жалпы видеоңыз темный болып қалған болса, сіз экспозициясын арттыруыңызға болады. Мына жерде 1.5 деген сияқты қатты кетіп қалмау керек бірақ. Потом контрастность мысалы 25-ке қоямыз. Белые деген бар, мына жерде ползуноктарды былай қозғалтуға болады. Егер ақ бөліктер слишком жарық болып тұрса, оны азайту үшін ақ бөлікті мысалға 46 тек өзі автоматически мына жерде табады, ақ болып тұрған жерлерін, соны азайтып тастайды. Ал черный дегендерді мысалға керісінше былай тоже өзіңіз реттеуіңізге болады. Потом мына жерде креативный деген бар. Креативный бұл жерде луктар жалпы. Лук дейді, люк дейді. Арнайы жаңағы пресеттер сияқты, Lightroom-ның пресеттер сияқты. Мысалға мына жерде басам мен обзор деп. Мына жерде мен таңдаймын, өзім дайын нәрселер бар оны. Міне цвет мынандай өзгерді. Оның интенсивность азайту керек. Слишком қатты байқалып тұр, сондықтан 100-ден интенсивность азайтамыз, 50-ге қоямыз мысалы жартысына, немесе 70-ке қоямыз деген сияқты. 70-75. Сіздер өзіңізге картинаңызға подходящийін тауып алсаңыз болады. Мына жерде мысалға мен мына картинаны қойғым келіп тұр, сарғыштау цвет. Немесе мен мынаны қоямын деген сияқты. Осылай реттеп қойып қоямыз. Ал егер мысалы сіздер каждый осылай видеоға бір-бірден жасап отырмас үшін, егер сізде видеоңыз мысалға көп видео тұру мүмкін, мына жерде мысалға бұлай видео тұрады. Тағы бір видео тұрады. Осының барлығына бірден применение жасау үшін мына жерде проекттер Amazon 01 дегенге басамыз. Потом мышканың оң жағын басамыз, мына жоғары бөлігіне новый элемент, корректирующий слой. Осыған басамыз, корректирующий слой, окей дейміз. Осыны аламыз да, міне мына бөлікте тұр ол, корректирующий слой, осыны аламыз да, мына жерге орналастырамыз. Осы видеолардың үстіңгі дорожкасына орналастырамыз, астыңғысына емес, үстіңгісіне. Тартамыз, мына видеоның біткен жеріне дейін полный тартып қойып орналастырдық міне. Бізде мынау глич эффектіміз, мынау текстіміз, мынау корректирующий слой, мынау біздің видеоларымыз. Корректирующий слой дегенге басамыз. Бұғанда дәл сондай мынандай өзінің базовый коррекция, креативный деген өзінің бөліктері шығады. Осылай көрсетіп тұр. Осыған міне видеоға полный
коррекция жасаймыз. Мысалға экспозициясын көбейтіп қоямыз, контрастын реттейміз. И мынау сіздерде осы корректирующий слойдың астында тұрған видеолардың барлығына осы цвет сізде қойылады. Мысалы, мынау сізге тоже қойылады осы барлығына. Мына жерде видеода қарасаңыз болады. Егер разницаны көргіңіз келсе, мына жерде көз тұрады, міне. Көз, корректирующий слойдың көзі бет алып тастайсыз. Міне видеоңызда алдыңғы до, после деген сияқты былай көре аласыз. Осылай болады. Енді видеоны сақтау үшін не істейміз? Файлға кіреміз, экспортты басамыз. Экспорт, медиа контент. Потом мына жерде формат H264 деген осыны таңдаймыз. Шаблон настройка, высокая скорость передач. Осыған қоямыз. Потом мына жерде имя исходного файла. Өзіміз жазамыз, үстін басып таңдасаңыз болады. Мына жерде галочкаларын қоюдың қажеті жоқ. И экспорт деп басамыз. Осылайша біздің видеомыз сақталады. Енді келесі бір эпизод создавать етіп көрейік. Мысалға, мына stories деген эпизодымыз тұр. Мына жерде бір реклама деген тұр. Біз мына видеоларды бір-бірінің арасында алып жүре аламыз. Мысалға, мынаны копировать дейміз, Ctrl-C дейміз. Мына бөлікке қоя аламыз. Мына бөлікте тұр ол. Бұның масштабын кішкене өзгертіп жібереміз. Мынаны копировать етеміз. Альтты басып тұрып, жоғарыға көтертсек болады. Тағы басып тұрып, жоғары көтереміз. Міне 3 видеомыз копировать етіп қойдық. Енді бірінші видеоға басамыз да, мына жерде положение дегенді өзгертеміз. Жоғары көтереміз. Потом ортаңғы видеоны тоже былай көтереміз. И астыңғы видеоны астына түсіреміз. Міне, байқап тұрғандарыңыздай осылай 3 видеоны қатар-қатар жасауға болады. Осылай қатар жасақ қойсаңыздар болады. Мына видеоны жақындатсаңыз болады, тіпті бүйтіп. Қара жерлерін алып тастайым десеңіздер. Міне осындай. И бұған да текст қойыңызға болады. Мына жерде дәл осылай бір-біріңіздің мынау екі эпизодтың арасында осылай жүруге болады. Основной нәрселер осылар, бастапқы нәрселер негізгілерін айтып кеттім деп ойлаймын. Мына жерде мысалға тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса, чатқа жазыңыздар, менен сұраңыздар. Мен сіздерге тағы да түсіндіріп айтып жіберемін.